Ассалаумағалейкум жауынгер арнасының көрермендері. Белал Мұхаммедтің жарақатына UFC жұлдыздарының реакциясы, Шафқаттың тарапына жасалған толассыз жекпе-жекке шақыртулар. Осы және өзге де жаңалықтар бүгінгі видеода. Видео басталмастан бұрын каналға тіркеліп кетулеріңізді сұраймын. Және пікірмен лүпілді де аямаңыздар. Әр басқан лүпіл және әр жазылған пікір каналдың алға жылжуына, YouTube біздің видеоны алға жылжытуына мүмкіндік береді. Ал ендеше бастайық. Конор Макгрегор, сенің төбелесің қандай, әңгімең де сондай. Сен жарақат алып жекпе-жектен шығып қалған UFC чемпиондарын осы күнге дейін сынға алып келдің. Ал енді бұл өзіңе аспаннан түскен бомба сияқты айналып келді. Бұны көрген қандай тамаша. Жекпе-жек те жоқ, ақша да жоқ, тек жұқпалы ауру. Бұл бомжды чемпиондық белбеуден айыру керек. Хайпың да жоқ. Ақылы көрсетілімнен түсетін қаржы да жоқ, не билеттен түсетін пайда жоқ. Чемпиондықтан айырып UFC-ден қууға жет. Ауру жұқтырған жауынгер, сенде инфекция депті Тони Фергюсон. Жауынгер бабында тұрғанда оның уақытын алуға болмайды. Маған Белалдың сылтау тауып қашқаны ұнамады. Чемпион болған соң белбеуді лайықты түрде қорғау керек. Белалға айтарым, чемпиондық белбеу жай ғана құшақтап жататын жастық емес. Оны мықты жауынгерлерге қарсы қорғап, жанкүйерлерге қызықты жекпе-жек көрсету керек. Хоакин Бакли, Гарри мен Шафқаттың жекпе-жегін ешкім қалап отқан жоқ. Адамдар нокаутты, фиништерді көргісі келеді. Ал ондай жекпе-жек тек Шафқат екеуміз төбелессек қана болады. Шафқатта 18 мерзімінен бұрын жеңіс бар. Менде 14 мерзімінен бұрын жеңіс. Қалай ойлайсыңдар? Мен ол жігітке не жасағалы жатырмын? UFC бұл жекпе-жекті жасау керек. Айтқандай мен белбеуді алу үшін келе жатырмын. Күлме, бұл әзіл емес деп жатқанда, Баклидің өзін Иэн Гарриге қарсы қойып қойды. Жекпе-жек 15 желтоқсанда UFC 10 ESPN 63 турнирінде өтеді. Белал Мұхаммед болса уақытша титул үшін күресті сынға алды. Уақытша титул дейсің бе? Мен 6 ай емес 6 аптаға кеттім ғой. Олар басты жекпе-жекті төбелесу үшін уақытша белбеуді сұрап отыр. Менің ойымша оларға уақытша белбеуге мүмкіндік бермейді. Иэн Гарридің қарсыласы бар. Бір болса Камарумен төбелескен жағдайда ғана уақытша белбеу жекпе-жегі ұйымдастырылуы мүмкін. Шафат Рахмонов Белалдың жарақатына байланысты пікір білдірді. Ол негізінде ол жарақаты одан алдында болған шығар. Біз білген кезімізде ол вообще тренировка жасап жүр деп естіген мен. Просто бұрынғы жарақатын сала салды ғой деп интернетке салды. Енді оправдание керек қой. Настроение бәрі жақсы болған. Және Топурия жайлы да өз ойын айтты. Топурия төбелесен, Топурия ма? Қайда Топурияға шанс жоқ қой, бауырым, Топурияларға қайда. Белімнен келетін. Қанша оның бойы? 1.70 па? Айта береді ғой. Шықса, мәйлі, аямай қол бұрасың қондайлар. Кішкентайлар. Салмағы да жетпейді, қатқан әңгіме ғой. Ой, Топурия өтірік әңгіме, ол қайда шыға алмайды ғой, қайда. Топурия қайда бізге 65 қойт салмағы үлкен 80 болса да оның духы жетпейді, оны айта береді, өтірік әңгіме ғой. Бокстасып көрейді, көкейді. Ол мұна көкеңмен бокстасасың. Не деген? Нағыл дейді, тренировка как готов. Жайлап демалып атырмыз. Тек қана қыдырыс. Басқа не болсын бізде, тек қана қыдырыс, дайындалмаймыз. Шыға сала ота саламыз, болды үйге қайта саламыз солай. Дайындық вообще жоқ қой бізде. Жат шыға саламыз, болды отамыз, қайтамыз. Басқа іштен керек емес қой. Ешкімді күтпейді, Белал бола ма, басқасы бола ма, UFC 310-ға шыққымыз келіп отыр. Соған жақсы қарсылас болса болды. Кім болса да достойный қарсылас болса болды, шыға береміз ғой. Ермак присоединился. Аңғылысын тілі нормально, бәрі нормально. Уақыт болған жоқ аңғылысын тілға. Кейінірек үйренеміз. Брат, ұйықтау жоқ па? Ей, обедте қалай ұйықтайсың мұна қараш? Обед болды. Бүгін жексенбі сағат 2 болды бізде қазір. Үйге бойдан кейін Құдай қаласа қайтамыз. Қазбек қашан шығады UFC-ге? Қазбек білмеймін қашан шығатын шығар. Гарримен шықса, Гарриге бой берді ғой, қарасаңдар кішкентай интернетке қарасаңдар. Маған айта бермей, әрді әңгімелеріңіз. Біліп-білмей сөйлей бермей.
Гарри мен анау шығады, қара бала шығады. Бакли ма? Ой, салмақ келмейді Хамзатпен қазір. Семейден көріп отырмыз аға дейді. Рахмет.